Құрметті көрермендерім, баршаңызға сәлем. Сіздерді көруге өте қуаныштымын. Қалдеріңіз қалай? Сіздерді барлығы жақсы деген үміттемін. Түркиядан соңғы хабармен келіп отырмын. Жалпы естіп көріп жатырсыздар. Түркияда жер сілкінісі болды. Қалайсыңдар, амансыңдар ма деп маған ютубта осы комментарий көп қалдырып жатсыздар. Біз аманбыз. Жалпы Түркияда енді үлкен бір жер сілкінісі болды. Жағдай өте қиын әлі де. Түркияда осы қаралы күндер, аза тұту күндері десек болады. Баршаңызға үлкен алғысымды білдіремін. Отбасым жағдайын сұрап, өзімнің жағдайымды сұрап, қалайсыздар, осы апаттан амансыңдар ма деп маған инстаграмда, осы ютуб каналының комментарийлерінде жазып, қал жағдайым сұрап жатқандарыңызға, түрік халқына жалпы көңіл айтып жатқандарыңызға мыңда бір алғысым бар сіздерге, көрермендерім. Шынымен жанашыр көрермендерімсіңіз. Жалпы білесіздер, біреулеріңіз білесіздер, біреулеріңіз біле бермейтін шығарсыздар. Біз Коне деген қалада тұрамыз, Түркияның. Осы егер картасын қарасаңыздар, дәл ортасында қала. Жер сілкінісінің орын алған жері ол Түркияның оңтүстік шығыс бөлігі. Ең үлкен осы жойық апаттың салдары көрініп, осындай жойқын күші көрінген жер осы Түркия мен Сирия болып тұр қазіргі таңда. Жалпы осы эпицентрдің болған жері ол біздің қаладан шамамен 550 километр ұзақ жерде. Енді Түркияда ол жалпы ұзақ болып есептеледі. Дегенмен де енді біз Қазақстанның әлдеқайда үлкен болғасын, енді 500 километр жақын деп көрінуі мүмкін. Бірақ жалпы Түркияда осы жер көлемі енді ондай қатты үлкен емес, сол үшін қалалар бір-біріне жақын. Дегенмен де осы біздің қалада да сезілді жер сілкінісі осы 5 күн бұрын, яғни осы дүйсенбі күні таңда және де осы обед уақытында, яғни түскі уақытта осы ең үлкен жер сілкінісі болды. Таңғы сағат 4-тен 17 минут кеткен кезде, дүйсенбі күні 6 ақпан күні сағат 4-тен 17 минут кеткен кезде осы 7-де 7 балмен Түркияның Kahramanmaraş деген қаласында эпицентрі болды. Сол жерде үлкен бір жер сілкінісі болды. Және де сол таң болған соң өлім оларды ұйқы кезінде жаңағы ұстады десек болады. Ұйқы кезінде келді. Оларға өлім, көптеген адамдар қайтыс болды. Жалпы Түркияның осы 10 қаласында жайылды. Бұл жойқын апаттың салдары Түркияның 10 қаласынан, солардың ауылдары жаңағы сол 10 қаланың айналасында көрінді десек болады. Сол 7-де 7 балдық жер сілкінісі дүйсенбі күні сағат таңғы 4-те болса, екінші жойқын жер сілкінісі сол күні дүйсенбі күні обедкі уақытта сағат 1:30 шамасында 7-де 6 балда болды. Және де осы екі үлкен жер сілкінісінің салдарынан қазіргі бүгінгі таңдағы ақпарат бойынша жалпы 6500 осы үйлер құлады. Ол 6500 осы көп қабатты үй құлап, соның ішіндегі адамдар жаңағы бүгінгі күндегі қазіргі уақыттағы соңғы мәліметтерге сүйенсек 18,500 адамның жаңағы өлімі тіркелді. Және де көптеген адамдар осы қираған үйдің астында жатқан адамдар әлі де өте көп. Осы қасиетті жұма күні осы Түркия үшін дұға тілесеңіздер деген осы сіздерден сұрауым бар. Және естіп жатырмын, өкінішке орай осы қазір естігенім бойынша Қазақстанның да 2 азаматының денесі шығарылды. Өзіміздің қазақ халқыма көңілімді айтам, әрине. Әлі де табылмай жатқан адамдар өте көп. Айтып өткендей 18,500 адам. Қазіргі бүгінгі күннің статистикасымен жаңағы өлілердің статистикасы 18,500. Және де жалпы құтқарылып шыққан адамдардың санда осы 74,000 деп жатыр. Енді бұл үлкен сандар. Дегенмен де бұл айтып өтейін, енді 10 қаласына жайылды ғой бұл жер сілкінісінің жойқын күші. 10 қаласы қай қалалар деп енді көріп жатырсыздар. Ол ең бірінші Kahramanmaraş деген қала. Одан кейін жаңағы эпицентрі болған Kahramanmaraş, одан кейін Hatay,
Газиантеп, Адана, Адиаман, Малатия, Килис, Диарбакыр, Шанлурфа және де Османия. Міне осы 10 қала негізінен осы жойқын жер сілкінісінің зардабын көрді десек болады. Жалпы статистикаға сүйенсек, осы айтып жатыр Түркияның егер 84 миллион халқы болса, соның 14 миллионы осы қалаларда тұрып жатқан. Және де енді жалпы көріп жатқан шығарсыздар желілерде, жалпы теледидардан, хабарлардан көріп жатқан шығарсыздар. Кейбір қалалардың тіпті жартысы жоқ болып кетті десек болады. Ең үлкен жойқын осы күшпен жоқ болған қалалардың бірі ол Хатай. Хатай қаласын осы дрондардан түсірген кезде видеоға қаланың жартысы жоқ десек болады. Жермен жексен болған үйлер. Және де ең үлкен осы жойқын күштен өлгендердің саны осы Хатайда деп жатыр. Және де әрине басқа 10 қалада да көптеген адамдар өкінішке орай әлі де осы көмек үшін күтіп, Алла тағалаға жалбарынып, осы қираған үйлердің астынан бізді құтқарса екен деп күтіп жатқан, әлі де осы жүрегі соғып күтіп жатқандар бар. Әрине қайтыс болып сол жерде жаңағы жаны берілген де адамдар өте көп. Сондықтан да бұл Түркия үшін өте үлкен бір қаралы күндер қазір. Мұндай тарихта енді шыны керек ең соңғы рет осы қателеспесем 1937 жылы болған Түркияда, сол кезде 40 мың адам қайтыс болған екен жер сілкінісінен. Енді содан бері бір жойқын жер сілкінісінің бірі деп айтып жатыр. Өлгендер саны қазір енді 18 мың жарым десем, ол күннен күнге әлі де ұлғая түсетіні ол анық. Дегенмен де бізден қолымыздан келетіні енді дұға ету, соларға енді қолдан келгенше көмек көрсетіп жатқан жандар өте көп. Енді айтып өтейін, жалпы Түркияның президенті Режеп Тайып Ердоған кеше ғана жаңағы сол қалаларға шығып, осы жер сілкінісінен орын алған қалаларға барып, сол жерде адамдармен тілдесіп, оларға барынша көмек көрсететінін айтып жатыр. Әрине енді қанша ақшалай көмек болсын, басқалай болсын, бұл жараны кішкене болса да жеңілдетсе де, енді толықтай жеңілдету мүмкін емес. Айтып жатыр енді президент, жаңадан үй саламыз, осы бір жыл ішінде далада қалып қойған адамдар үшін жаңадан үй саламыз деп жатыр. Басқа да қаржылай көмектер әрине болады. Түрлі мемлекеттерден осы уақытқа дейін, соның ішінде біздің Қазақстан да бар. Алла тағала разы болсын біздің осы түрік мемлекеттеріне, жалпы тек қана түрік мемлекеті емес, Европаның және жалпы дүниенің әр түкпірінен мемлекеттер өздерінің құтқару командаларын жіберіп, жаңағы адами ресурс болсын, ол техника болсын, жаңағы иттер, басқасы бар, солардың барлығын жіберіп көмектесіп жатыр. Қазіргі таңда білуімше осы сырт елдерден келген шамамен 6 мың адам осы басқа елдерден келіп көмек көрсетіп жатыр. Осы қирандыларды шығарып, ішінен құтқару жұмыстарын жүргізіп жатыр. Және де апат жерлерінде жұмыс істеп жатыр. Және де 120 мың осы түрік азаматтары Түркияның осы профессионалды түрде осы құтқару жұмыстарын айналысатын 120 мың адам сол жерде құтқару жұмыстарын жүргізіп жатыр. Негізінен жағдай осы ауа райының салқын болуымен де қиындап жатыр. Қазір Түркияда шамамен сол аймақтарда күндіз -5 сондай температура, яғни қыс уақыты. Бұл да өте қиын болып жатыр. Енді біз үміттіміз осы енді барынша көп адамдарды құтқарса, әрине нұр үстіне нұр болады. Көптеген мемлекеттер қаржылай көмектесіп жатыр. Апат болған жерлерді қайтып орнына келтіріп, жаңағы адамдарға көмек көрсетуде әрине мемлекет үлкен күш, үлкен қаржы жұмсап жатыр. Басқа елдерден де түрлі көмек келіп жатыр. Оның ішінде Қазақстан да бар, әрине. Тіпті қарапайым халық та қазір барынша көмектеп, осы көмек қолын ұшын бергім келем деген жандарға әлемнің түкпір-түкпірінен отырып, осы көмек көрсетуге болады. Мен кеше ғана Инстаграмда осы пост жариялаған болатынмын. Стористе Қазақстанда да отырып, осы Каспи приложениесі арқылы благотворительность деген жерге өтіп барып, жаңағы осы Түркияда, жалпы Сирияда болған жер сілкінісінің салдарынан зардап шеккен адамдарға қол ұшын көмек көрсеткісі келетін жандар болса, қанша қолынан қанша
қаржы келеді, аз болсын көп болсын белгілі бір мөлшерде көмектесем дейтін жандарға сондай мүмкіндік бар екенін көрсеттім. Каспи приложение арқылы жіберуге болады. Соны айтып өткен болатынмын. Білесіздер, енді екі үлкен жойқын жер сілкінісі болды. Екі үлкен балдағы, яғни 7-6, 7 балдағы жер сілкіністерінен кейін әрине жер әлі де ара-тұра қозғалып тұр. Кішігірім жер сілкіністері орын алып жатыр. Әрбір сағат сайын десем болады. Сол аймақта, сол үшін ол аймақ әлі де өте қауіпті болған соң, адамдар көп әлі сол жер сілкінісінің салдары кішкене басылғанға дейін үйлерінен қашып, енді Түркияның түкпір-түкпірінде осы мемлекеттің бастауымен, осы жалпы жекеменшік секторының қолдауымен болып жатқан үлкен көмек жұмылып жатыр. Түркияда мыңдаған отельдер әр қалада осы адамдарды қабылдап жатыр десек болады. Сол аймақтың адамдары Түркияның түкпір-түкпіріндегі отельдерге келіп, осы жер сілкінісінің салдары кішкене орнына келгенге дейін, салдары жойылғанға дейін сол отельдерде қалып жатыр десек болады. Біздің қалада да келіп жатыр. Тек қана отель емес, үлкен стадион болсын, сондай бір үлкен адамдар жаталатын жерге жататын орындар дайындалып, сол жерге адамдар келіп жатыр. Әрине адамдар бар нәрсені тастап қашып келіп отырғандықтан, оларда жылы киімдері жоқ, басқа да тамақ болсын, ол жағы енді барынша көмегін тигізіп жатыр мемлекет. Дегенмен де көптеген осы күнделікті өмірде керек киім болсын, басқасы болсын, жоқшылық кішкене көріп жатқандары бар. Сондықтан да халық жұмылып көмек көрсетіп жатыр. Негізінен бізде осы көршілермен кеше ғана енді қолымыздан келгенше белгілі бір мөлшерде осы киім болсын, жаңа көрпе болсын, сондай нәрселерді, жылы киімдер, таза жаңа деген жылы киімдер болсын, сондаймен көмектестік. Жолдастарымыз да ақшалай көмектерін жіберді десек болады. Енді мен айтып өткенде, мен Кония қаласында тұрамын. Біздің қала сейсмологиялық тұрғыда кішкене әлдеқайда біраз тыныш десем болады. Сондықтан да сіздер сұрап, жазып жатқандарыңызға сіздерге үлкен алғысымды білдіремін. Және де сіздерге ең бастысы отбасыларыңыз аман болсын. Мұндай қауіп-қатер, табиғи жойқын апаттардан аулақ болсын сіздің өмірлеріңізден. Мемлекетіміз, жұртымыз тыныш болсын, жалпы әлем тыныш болсын деген ниетпен осы видеоны аяқтаймын. Баршаңызға көп рахмет. Сіздермен келесі кездескенше, жақсы жаңалықтармен кездескенше сау болыңыздар.